Арыстан мен жолбарыс шайқасса, кім жеңеді? Бұл екі жыртқыш табиғаттың нағыз патшалары. Бірақ егер бір күні арыстан мен жолбарыс кездесіп, нағыз шайқасқа түссе, кім жеңеді? Алдымен арыстанды алайық. Ол мақтаныштың белгісі, шөл дала мен саваннаның патшасы. Оның тактикасы топтық аңшылықпен күшті түстеу. Бірақ жолбарыс жалғыз өзі өмір сүретін, жасырын шабуыл жасайтын нағыз күрескер. Оның бұлшық еттері арыстаннан әлдеқайда күшті, ал салмағы да үлкенірек. Жолбарыстардың кейбір түрлері 250 келіге дейін жетеді, ал арыстандар орташа 200 келі шамасында. Бірақ арыстандардың бір үлкен артықшылығы бар, олар шайқасуды біледі. Себебі олар үнемі басқа арыстандармен үстемдік үшін төбелеседі. Ал енді елестет, саваннаның бір жерінде немесе қалың джунглиде арыстан мен жолбарыс кездесті. Бірі ақырды, бірі ырылдады және шайқас басталды. Жолбарыс өзінің күшімен арыстанды басып жаншуға тырысады, ал арыстан тәжірибесімен қарсы соққы жасайды. Бірнеше минуттан кейін бірі жеңеді. Бірақ нақты жеңімпаз кім болар еді? Ғалымдар айтады, жолбарыс күшті болғанымен арыстан тәжірибелі. Сондықтан бәрі жағдайға байланысты. Бірақ ең бастысы, біз бұлардың ешқайсысын ашуландырмай-ақ қояйық. Ал сенің ойыңша қайсысы жеңер еді?